Сәлем құрметті болашақ магистранттар. Жету мастерс магистратураға 8 жыл көлемінде 10 мың студентті дайындаған орталықтың парақшасына қош келдіңіздер. Мен есімім Майдан Асхатқызы. Жету мастерс ағылшын тілі маманымын. 2018-ден бері жалпы осы білім саласында жүрміз. Одан бөлек Абай университетінде, Гейдельберг педагогикалық университетінде білім алу мүмкіндігі болды. Нюрнберг университетінде жұмыс жасадық. Қазіргі таңда сіздермен бірге магистратураға студенттер дайындаудамыз. Жалпы тесттің форматы бойынша келетін болсақ, ағылшын тілінен 50 сұрақ келеді. 1 және 16 сұраққа дейін сізде listening болады. 17-34 сұрақтар грамматика, лексика, грамматика бойынша. 35-тен 50 сұраққа дейін сіздерде reading-тан келеді. Енді осы тестті бірге сізбен бірге қазір отырып тапсырайық. Толтырамыз. Кеттік. Мұна аудионы сізбен бірге тыңдайық. Аудионы тыңдап отырып, мұна сұрақтарға жауап беріп отырамыз. Қанеке, бірінші сұрақты бірге талдайық. Кез келген сұрақта listening-та бірінші тапсырманы шешпес бұрын, аудионы қоспас бұрын, сіздерге міндетті түрде сұрақты оқып аламыз. Не дейді? What drink does customer first order first дейді. Яғни бірінші клиент не нәрсені тапсырыс берді дейді. Яғни сіздерде варианттарды қараймыз. Apple juice дейді, яғни алма сока дейді. Freshly squeezed orange juice, яғни жаңадан салған orange апельсин шырыны дейді. Bottled orange juice, яғни бөтелкедегі апельсин шырыны. Lemonade, лимонад. Енді мән береміз, қараңыз, мұнда ашып қарасаңыз болады. Скорость воспроизведения, яғни бұл тесттің өзінде отырған кезде осындай жылдамдығын өздеріңіз ретке қоя аласыздар. Ол 0,5 режимі 1,25, 1,5, 2. Егер сөзіңізге сенімсіз болсаңыз, онда сізге 0,5-ті қоюды ұсынамын. Тіпті сенімді болған күннің өзінде де бұны өйткені тест кезінде адам сәл қобалжиды, осындай сәттерде шатасып қалмас үшін, детальдарда шатасып қалмас үшін 0,5-пен тыңдаса болады. Бірақ біз қазір бірмен тыңдаймыз сіздермен бірге. Қанеке, қосайық, аудионы, одан кейін барып аудионы қосамыз. Recording is from the British Council. Can I have an orange juice, please? Regular or large? How big is a lot? Да, кеттік, ол не бірінші рет не ұсыныс жасадым да бірден айтылды, Freshly squeezed orange juice деді. Қанеке, белгілейік. Енді, why does customer first change their order дейді. Бірінші клиент неге өзінің тапсырысын өзгертті дейді. Бірінші вариант, вариантын қарайық. They don't want ice in their drink дейді. Олар өздерінің сусынында мұздың болғанын қаламайды. Немесе they wanted freshly squeezed orange juice. Олар жаңадан сығылған апельсин шырынын қалады. They didn't like the price. Оларға бағасы ұнамады. The server recommend apple juice. Яғни қызмет көрсетуші немесе официант, яғни ол өзінің алма шырынын ұсынды дейді. Енді тыңдайық бірге. This recording is from the British Council. Can I have an orange juice, please? Regular or large? How big is a large? This is a large, this is a regular. I'll have a large then, please. Without ice. Okay, coming up. Sorry, I wanted freshly squeezed orange juice. I'm afraid we only have bottled juices. Oh, then I'll have an apple juice instead, please. Here you go. That's £3.50, please. Thanks. Енді кеттік ары қарай. Енді неге ауыстырды? Егер аудионы тыңдайтын болсақ, бұл жерде айтады, оларда тек қана бөтелкедегі апельсин шырыны бар дейді. Ал бірақ олар өздері айтады, что содан кейін барып алмаға ауыстырды. Бірақ біздің тыңдап тұрғанымыз бойынша оған алманы
сіздерге ол қызмет көрсетуші айтқан жоқ, ол өздері қалады. Өйткені оларға бөтелкедегі ұнамады. Тағы бір рет сол жерін тыңдайық. Apple juice instead, please. Так. Please squeezed orange juice. I'm afraid we only have bottled juices. Oh, then I'll have an apple juice instead, please. Яғни біз қайта таңдаған кезде көрдік, яғни оны қызметші ұсынбады, яғни де вариант емес. Олар жаңа сығылған apple squeezed orange juice қалады, я. Кеттік. Енді how much does the apple juice cost дейді. Алма шырыны қанша тұрады дейді. Соны тыңдайық. Жаңа нешінші минут? Тағы да бір ерекше нәрсе, то есть мән берулеріңіз керек нәрсе, listening'да ол жердегі сұрақтар поэтапно болады. Яғни сізге қайтадан барлығын тыңдап қажет емес, өзіңіздің тыңдаған жеріңізден ары қарай тыңдасаңыз, келесі сұрақтың жауабын таба аласыз. Так. This is a large, this is... sorry, I wanted freshly squeezed orange juice. I'm afraid we only have bottled juices. Oh, then I'll have an apple juice instead, please. Here you go. That's £3.50, please. Thanks. Thank you. £3.50 дейді. £3.50 деген, яғни 3.50. Так, what tea options does the server offer дейді. Қандай шай таңдауларын берді дейді. Енді мұндағы ответтерді қарайық. Black tea дейді, қара шай, green tea дейді, herbal tea, lemon tea дейді. Яғни шөп чайлар, лимон чай дейді. Mint, mint деген ол жалбызды чай. Так, енді осылардың барлығын бір оқып аласыздар толығымен. Одан кейін жаңағы 38 секундтан бастап қойдық қой, жаңа соңғы ответті біз 38 секундта таптық, яғни содан кейінгі минуттарға аудионы тыңдап қараймыз. Thanks. Thank you. Can I help anyone? Who's next? You were first, I think. What teas do you have? Breakfast tea, mint and green tea. Mint tea and a slice of lemon cake, please. Так, стоп. Енді қараңыздар, сіздерге тыңдаймыз, яғни server деген, яғни ұсынушы қызметші нені ұсынып тұр, бұл жерде тыңдасақ, және breakfast, mint, green tea деген B вариантындағы жауаптарды айтты. Бұл жерде listening'да мұқият тыңдаса, сол айтушының өзінен ақ осы жерден жауаптарын тауып алуға болады. Енді what does customer to order дейді. Екінші клиент неге тапсырыс берді дейді. Жаңағы келген жерімізден ары қарай қоямыз да, тыңдаймыз, уақытымызды алмай. First, I think. What teas do you have? Breakfast tea, mint and green tea. Mint tea and a slice of lemon cake, please. To eat in? Мұқият тыңдасаңыз, сізде mint tea and slice of lemon cake деп C вариантындағы жауапты екінші клиент ұсыныс тапсырысын берді. Так. Енді қараңыз, how does customer to pay дейді. Мына тест нақты өткен жылы тестта келген сұрақ дәл осындай келді. Және соны сізбен бірге шешіп отырмыз. Екінші клиент қанша төледі дейді. Ол үшін жаңағы келген жерімізден ары қарай қоямыз да, тыңдаймыз, кеттік. Please. To eat in or take away? Take away, please. Так. Tea, mint and green tea. Mint tea and a slice of lemon cake, please. To eat in or take away? Take away, please. There you go. That'll be £4.20, please. Oh, sorry, I've only got a 50. That's okay. Here's your change. 5, 10, 30, 50. Who's next? Can I have a... Sorry. Енді қараңыз, мұнда мән беру керек. Ол жерде жаңағы айтқан сумасы жоқ қой деп. Енді мұндағы жауап how does, қалай төледі деп тұр. Сондықтан бізде нақты қанша төлеген емес, яғни нақты сумасын берген жоқ, ол не берді? 50 фунт стерлинг бен төледі. Одан кейін оған өзінің байқында сдачасын қайтарды.
сондықтан мұқият болайық. Бұл жерде бір қараған кезде сізге қанша төледі, қалай төледі деген сияқты сұрақтардың айырмашылығы бар. Қанша төледі десе өзінің, яғни басында айтқан суммасы, ал немесе қалай төледі десе 50 фунт стерлинг банкоматпен төледі дегенде, банкнотпен. Кеттік. Так, why does customer 3 apologize to customer 4 дейді. Неліктен дейді, 3-ші клиент 4-ші клиенттен кешірім сұрады. Енді жауаптарын қарайық, жауаптарын бір оқып аламыз. Так, енді they accidentally took the order дейді. Олардың тапсырысын алып қойды, байқамай, немесе they were standing in front of the line, оның алдында тұрды, немесе they spilled the drink, яғни суларын төгіп алды. They forgot the change, сдачаларын ұмытып кетті дейді. Енді жаңағы келген жерден ары қарай тыңдаймыз. Lemon cake, please. To eat in or take away? Take away, please. There you go. That'll be £4.20, please. Oh, sorry, I've only got a 50. That's okay. Here's your change. 5, 10, 30, 50. Who's next? Can I have a... Sorry, I think I was in front of you. Oh, sorry. Can I have a chocolate chip cookie, please? Так, енді бұл жерде нені байқадық? Мен сіздің алдында тұрдым деп, видеода нақты айтады, аудиода айтады. Яғни бізде they were standing in front of the line. Так, кеттік. How much does a chocolate chip cookie cost дейді. Енді тыңдап алайық. Sorry. Can I have a chocolate chip cookie, please? Would you like a drink with that? No thanks, just the cookie. Okay then, that's 95p, please. Thanks. Oh, I think that's right. 50, 70, 80, 85, 90... 95 деді. Так, кеттік ары қарай белгілейміз. Енді келесі сұрақ. Так, what does the customer say when the shop assistant first offers help? Клиент дейді, магазин көмекшісі бірінші ұсынысын жасағанда не істеді дейді? Не айтты дейді? Бұнда қараймыз, екі аудио болады, 9-шы сұрақтамызда басқа аудио, сондықтан басынан тыңдаймыз. This recording is from the British Council. Hello, can I help you? I'm just looking, thanks. Яғни мұқият жауабын тыңдасақ, B вариантында болады. I am just looking, thanks. Так, мұнда listening шықпай тұр екен. Яғни сұрақты оқып алып, жаңағы 9-шы аудиодан қараймыз тағы бір рет. Where is the changing rooms дейді. Яғни киінетін бөлме қайда дейді. Так, near the entrance, кіретін жердің жанында дейді, кіреберістің дейді. Next to the counter, behind the customer, upstairs. Так, қарайық. Ой, артқа қалай барамыз? Арылам екен, артқа мен байқамай. Белгілеп алдық. Онда сіздермен бірге отырып, бәлке мұқият тыңдап алайық, барлығын жаңағы алдағы жауаптарды табу үшін. Can I help you? I'm just looking, thanks. Excuse me, Yes, where are the changing rooms? they're over there, behind you. Thank you. Hi, excuse me again. Яғни жаңа не деді? Behind you, яғни клиенттің артында деп айтты, Соны қазір біз 11-ші сұраққа барғанда белгілейтін боламыз. 10-ші сұраққа. Қазір қалған тыңдайық. Do you have this jumper in black? Yes, just a moment. Мына джемпердің сізде қара түсі бар ма деді? Қазір минут береміз. Size do you need? Extra small. Қандай what size do you need деген, яғни қандай сізге размер керек дейді. Өте кішкентай дейді. Here you are. How much is this? It's £29.
бұл қанша тұрады дейді. 29 деген 29 pounds. Can I pay by credit card? Yes, Картамен төлей аламын ба дейді. you can, of course. Әрине төлей аласыз Would you дейді. like a bag for that? Yes, please. Так. And of course. Would you like a bag for that? Yes, please. Сөмке пакетик берейік па дейді осыған. This recording is from the British Council. Так, енді белгілейміз жауаптарын қазір. Так, where is the changing room? Behind the customer, және тыңдадық. Енді what item is the customer looking for in a black? Қара түсте ол қандай киім сұрады деді, қандай зат деді. Так, item деген зат, ол не? Jumper. Жаңа жауабын аудионы тыңдаған болатынбыз. Келесі, what size does the customer ask for дейді. Extra small деген, small кішкентай, medium орта, large, L, M, N, S деген бізде киім размерлер бар. Енді XS, extra small деді. Және how much does a jumper cost дейді. Ол қанша тұрады дейді. 29 деп жаңа айтқан болатын. What does a customer want to pay дейді. Customer қалай төлемекші болды дейді. Ол не деді? Credit card деді, яғни картамен деді. What does the shopper stand offer at the end дейді. Не ұсынды дейді? Ол бізде bag, сөмкені, пакетикті ұсынды дейді. What does the customer reply when asked about the bag? Сөмкені сұрағанда, пакетикті туралы сұрағанда, ол қалай жауап береді дейді клиент. Яғни ол не де? Yes, please деп айтты. Енді қараңыз, 17-ші сұрақтан бастап бізде грамматика басталады. Яғни біз 16-шы сұрақ түгелмен listeningті бірге аяқтадық, жарайсыз. Яғни listeningті қараңыздар. Бұл жерде сіздерден бірден осылай шешіп отыру үшін сіздерге listening дамыту қажет болады. Енді мына жерде қатты күрделі listening болмады. Бірақ соның өзінде егер сіздер бұл құлақтарыңызды былай айтқанда тренировать етіп үйренбесеңіздер, қабылдап ағылшын тілінде, сол кезде өте қиын болады. Сол үшін көптеген аудиолар тыңдаңыздар. Ол жай ғана музыка ғана емес, ол сіздерге диалог келеді. Байқадыңыздар ма? Диалогтар көп тыңдау керек. Яғни TED Talks'тар тыңдаңыздар. Ол сіздерге өте көп көмегін беретін болады. Енді біз сізге грамматика бөлігіне кеттік, қанекей бірге талдайық. So, what is the name? My name is Ronaldo дейді. Сұрақ қойымыз керек. Мен атым Рональдо. Сенің атың қандай деген сұрақ. What's your name болады? Ары қарай кеттік. My friend lives in дейді. Яғни, менің досым тұрады дейді. Бізде Holland, қай жерде? Ол мемлекеттің аттарында бізде барлығында Z қолданыла бермейді. Мысалы, the UK, the USA деген кезде Z болады. Қазақстан деген сияқты мемлекеттердің аттарында алдында Z жүрмейді. Және оның алдында ешқандай артикльмен де жүрмейді. S-ті жаланбайды. Сондықтан бізде вариант B болады. Кеттік. The weather is awful дейді. It's all day дейді. Енді қараңыз. Ауа райы өте нашар дейді. Күні бойы не істейді? Мына жерде күні бойы дейді. Енді ары қарай all day варианттарды қараймыз. Не істейді? Rain деген жауын жауып тұр. Яғни жауын жауып тұр. Бұл жерде қазір болып жатқан әрекет, бірақ та ол жерде нақты уақытымен көрсетсе all day, all year деп ол сіздерде present perfect continuous болады. Present perfect continuous'тың ережесі бойынша ол жерде have, has been, verb, ing. Сонда бізде жауабы C варианты болады. Кеттік. Find an example of subjunctive mood дейді. Сізде шартты райдағы мысалды таңдаңыз дейді. Бірінші сұраққа қарай give me an answer дейді. Маған жауабын бер дейді. Енді бұл не бізде imperative mood, яғни бұйрық рай. C вариантын қарай. I can give you an answer. Мен саған жауабын айта аламын. Бұл жай ғана хабарлы сөйлемде тұр. Бұл indicative mood деп аталады. Одан кейін жалпы біз could I give you an answer дейді. Мен саған жауап бере аламын ба дейді. Бұл сұраулы сөйлем. Сұраулы сөйлемді біз interrogative mood деп айтамыз. Жалпы 4 райдың түрі бар. Яғни жаңа айттық, ол indicative хабарлы сөйлемдерде жүреді. Imperative бұйрық райларда жүреді.
және interrogative сұраулы. Ал subjunctive ол шарттырай. Ол басталады I wish немесе if пен, I hope деген сияқты сөздермен басталады. Біздің жағдайымызда мұнда I wish I could give you an answer. Мен саған жауап бере аламын да ғой деген осындай жауабы дұрыс болады. Так, кеттік. 21-ші сұрақты қарайық. I decided to him because I was wrong дейді. Енді бұл жерде негізгі етістіктен бөлек етістіктер тек gerund және infinitive формасында келеді. Decide деген етістіктен кейін міндетті түрде біз infinitive болады, оны жай жаттап аламыз. To apologize дейді, белгілейміз. Кеттік ары қарай. I remember. Енді I remember деген, осы remember деген сөзден кейін this man, the competition, бұл жерде дестен gerund немесе infinitive формасы. Stop, remember, like деген сияқты сөздер бар, ол gerund infinitive формасында қолданыла береді. Бұл жағдайда сізде тек қана gerund тұр, сондықтан winningті белгілейміз. She had paint on her hands дейді because she all the day дейді. Яғни біз жаңа айтып өткенбіз, all the day деген сияқты сөздермен ол бізде perfect continuous. Бірақ біз қараймыз, ол present perfect па, past perfect continuous болма, future perfect continuous болады ма. Яғни іс-әрекет ол жалғасып жатады, бірақ жалғасып жатқан іс-әрекеттің уақыты да қоса айтылады. Мысалы, мұнда she had paint on her hands дейді, яғни ол өзінің қолын бояп алған дейді, өйткені ол күні бойы бояумен жұмыс жасады. Яғни өткен шақта тұр. Сөйлеміміз бірінші бөлік, яғни екінші бөлікте өткен шақта тұру керек. Сондықтан ол сізде past болады. They like this before дейді. Енді олар дейді, бұға дейін. Так, бұл не? Life experience, яғни өмір тәжірибесін сен істемеген, немесе істеген деген сияқты. Нақты уақытын көрсетпесе, онда present perfect болады. Так, they have never quarreled. Бізде present perfect формасы қандай еді? Have, has, verb 3 немесе ed болады. Енді мұнда they болғандықтан ол have болады, never quarrel деген сөзге ed жалғанады. It to reduce expense by 10%. Енді қараңыздар. Бұл жерде passive voice келеді. Так, passive voice has been, passive voice-та бізде тұрған сөйлем, яғни present perfect in passive voice. Ол кезде формуласы has been немесе have been, мұнда it болғандықтан has болады, been және verb 3. Яғни нақты бізде кім істейтінді, кім көтеретіні туралы жоқ. Бұл жерде passive voice-та білеміз, subject жоқ. Passive voice-тен тақырыпты қарау керек бұл үшін. 26-ны қарайық. This church was built дейді. Мұна шіркеу дейді, салынды дейді. Яғни варианттарды қарайық. 300-ші жылы дейді, 300 жыл бойында, 300 жылдың ішінде және 300 жыл бұрын. Мұндағы ответі бізде 300 жыл бұрын деген келеді. Кеттік. Қазақ people used to eat бешбармақ their fingers дейді. Қазақ адамдар бешбармақты саусақтармен істейді. With their fingers, мына предлогтар, at, in, from деген. Бізде with деген жауап келеді. Okay, guys, кеттік. Both sides seem onto the determination, a peaceful solution don't say. Бұл жерде де біздер gerund infinitive топикі seem деген сөзбен бірге бізде міндетті түрде келеді. Ол infinitive, сондықтан to be holding, to find деген жауабы дұрыс болады. 29-ші сұрақты қарайық. The imperative mood дейді. Imperative mood дегеніміз не еді? Ол бұйрық рай. Бірінші сөйлемді қараймыз. All the stories were interesting дейді. Вариантына барлығы бұл не? Indicative mood, хабарлы сөйлем. Енді don't do that. Бұл бізде imperative mood. Бұны істеме дейді. Яғни бастаушы жоқ, етістіктен басталады. Бұйрық мағынасында, бұйрық рай формасында келіп тұр. Енді C вариантын қарайық. It is necessary to finish this exercise on time дейді. Егер біз it's necessary, it's important, it's crucial деп басталатын болса, онда ол бізде subjunctive mood болады екен. Кеттік. 29-ды қарадық.
30-ды қараймыз. Так, 30-шы сұрақты қарайық. I don't mind this restaurant. Енді I don't mind пен бірге бізде бұл жерде gerund infinitive сұрап отыр. Бұл жердегі дұрыс жауабы driving болады. Бізде gerund келеді mindтан кейін. Яғни бағанағы өткеніміз бойынша same'нан кейін infinitive, gerund mindтан кейін бізде gerund жүреді. They are at home today дейді. They TV at the moment. At the moment пен келсе, яғни ол бізде present continuous созылған ауызша. Оның ережесі бойынша subject am is are, verb ing. Енді бізде қараймыз, they'дан кейін не болады? A болады. They are watching. ing жалғанады. Well, I think you ought to speak to that man who standing with a notebook in front of the car. Енді мағынасы тұрғысынан бұл жерде сөздердің мағынасын бөлуіміз керек. Who's кімнің, who кім, who is standing ден тұрғандықтан who is тұрады, which is ол заттарға байланысты. C вариантын белгілейміз. Don't make me hurt you. Яғни бұл жерде ешқандай артикль қолданылмайды екен. Окей? Есіл river becomes beautiful in summer дейді. Есіл өзені деп нақты атауын айтып тұрғандықтан бұл жерде бұл не? Белгілік артиклі the қолданылады. Грамматикалық бөлікті аяқтадық. Енді сіздермен бірге біз reading partты қарастырамыз. Бірінші мұқият reading партты оқитын кезде текстті оқып аламыз. Текстпен бір танысып шығасыздар. Содан кейін сұрақтарды да мұқият оқу керек. Қанекей, текстті бірге оқиық. So famous people's first jobs дейді. Not all famous people were born into famous families. A lot of them had normal lives before becoming famous. They also had jobs like the rest of us. Here just a few. Former President Obama worked at ice cream parlor selling ice cream cones. Осыны бір оқып шығамыз, толығымен оқып шыққаннан кейін сұрақтарды қараймыз. Енді Where did Barack Obama work when he was young? Barack Obama қай жерде жұмыс жасады? Енді мына текстті қарайтын болсақ, ол да не деп тұр? Ice cream, екінші абзаста ice cream parlor деп тұр. Дәл сол жауапты белгілейміз. Келесі, what did Obama say his first job taught him? Obama оның бірінші жұмысты нені үйретті дейді. Осы кезде he also said that the job taught him about responsibility дейді. And hard work, how to spend time with work дейді. Варианттарды қарай. How to cook дейді. Тамақ пісіруді дейді. How to give speeches дейді. Сөйлеуді. How to dress up for work дейді. Жұмысқа қалай киінуді дейді. B вариантында how to be responsible, қандай жауапкершілікті үйрену және уақыт басқару, manage time дейді. Осы жауапты белгілейміз. Келесі, what unusual job did Brad Pitt have дейді. Қандай Brad Pitt'ің ерекше жұмысы болды дейді. Brad Pitt туралы абзацты қараймыз. Енді не дейміз? Ол жерде айтады, he worked as a chicken дейді. Ол тауық болып жұмыс істеді дейді. Яғни ол өзін El Palo деген Голливудтағы ресторанда тауық сияқты киініп алып, көліктерге жол көрсетті дейді. Енді яғни ответтерін қараймыз, жауаптарын. Selling newspapers, газет сатты дейді. Driving a tourist дейді. Тур автобусын айдады дейді. Cleaning floors, пол жуды. Және B варианты тауық сияқты киініп алған дейді. B вариантын белгілейміз. Келесі, where did Brad Pitt work? Да, анығымен жазылып тұр. Мұқият қарасаңыздар. At restaurant El Pollo Loco деген ресторанда дейді. Бұл El Pollo деген испандық ресторан. Так, кеттік. What job did Pope Francis not do? Енді қараңыз, мән береміз. Мұнда сіздерге үлкен мен жазып қойыпты not do деп. Бірақ тесттің өзінде ол не обязательно сіздерге үлкен қылып жазып қоймауы мүмкін. Сондықтан, яғни ол осы жолы Pope Francis қандай жұмыс істемеді дейді. Енді, значит, біз ол Pope Francis'ың қандай жұмыс істегендерін қараймыз. Ол бірнеше жұмыс істеді дейді. Several jobs дейді. So,
as a cleaner sweeping floors дейді. Одан chemical tester дейді, laboratory, and as a bouncer at a bar дейді. Енді осының ішінде жауаптарын қараймыз. Chemical tester A вариант ол істеді ғой, сондықтан бұл вариант дұрыс болып саналмайды. A bar bouncer де енді қараймыз, ол ондай жұмыс жасады, сондықтан бұл да қате, жауап, оны белгілемейміз. A cleaner D вариантын қараймыз, ол ондай жұмыс атқарды, және тек қана a teacher мұғалімдік жұмыс атқармаған. Келесі, what country is Pope Francis from дейді. Pope Francis қай мемлекеттен дейді. Ол жерде біз қараймыз, міне, when he was young in Argentina дейді. Бізде сол мемлекеттен кішкентай кезінде болғанда дейді, яғни сол мемлекеттен шыққандығын көрсетіп тұр. Енді what was Pope Francis responsible for the bouncer дейді. Security at the bar деп берілген, не? Сондықтан сол жердің мән береміз, соңғы сөйлемде. Енді оның қауіпсіздігіне жауап берген дейді, бір нәрсе дұрыс болмай қалатын болса. Бірінші, serving drinks at the bar дейді, яғни сусындарды қою, тамақ пісіру дейді екінші вариантта. D вариантында клиенттер кеткеннен кейін столын сүрту дейді, ал C вариантында барды қауіпсіздігін қарау, жалпы қауіпсіздікке ие болу дейді. Кеттік. What do all three famous people in the text have in common дейді. Мына үш адам атақты, мына текстте қандай өзінің ұқсастықтары бар дейді. Енді they all worked in restaurants дейді. Оның барлығы ресторанда жұмыс жасаған дейді. Енді мән берсек, Обамада, енді Обаманы біз айта алмаймыз, ресторанда жұмыс жасады деп, барлығы емес, сондықтан екеуі жұмыс жасады. Оның өзінде екіншісінде ол ресторанда жұмыс жасамайды, тек бар да жұмыс жасайды, сондықтан бұл вариант дұрыс емес. Енді they all worked in politics before their career change. Барлығы политикада жұмыс жасаған, ол да қате. They all worked in Hollywood. Hollywoodта только бізде жұмыс жасаған Brad Pitt. Ал they all worked unusual jobs before becoming famous дейді. Атақты болмай тұрып, олар ерекше бір жұмыстармен айналысқан дейді. Осы B вариантын белгілейміз. Енді бізде келесі текстті қараймыз. The daily routines of sportswoman дейді. Мына текстті мұқият тұрып оқып алыңыздар, одан кейін барып тест шешеміз. Бірінші, what is the first thing Jen does after waking up дейді. Ол Janet оянғаннан кейін не істейді дейді. Ол айтады, she spends the first 30 minutes reading дейді. 30 минуттан ол оқуға арнайды дейді. Яғни reads a book деген. Одан кейін барып ол медитация жасайды дейді, сондықтан ол вариант дұрыс емес. Ал үшінші барып қана check her email дейді. То есть ол одан кейін барып қана өзінің хаттарын тексереді. Ал содан кейін барып қана ол өзі жүгіруге барады. Сондықтан бірінші вариант C болады. Кеттік. How long does Janet run in the morning дейді. Ол қанша уақыт жүгіреді дейді. Енді жүгірген уақытын қараймыз. She runs for an hour and a half дейді. Яғни 1,5 сағат жүгіреді дейді. Ол вариант бізде D варианты. What does Janet usually have to breakfast дейді. Таңғы асқа ол не жейді дейді. Кетті, қарайық. However, she occasionally has a less healthy breakfast дейді. Оның алдында не тұр міне? Вот қараңыз. Then prepares breakfast, which is usually cereal and fruit дейді. Ол вариант бізде B. What time does Janet leave house for training on weekends дейді. Яғни on weekdays дейді, апта күндері. Ол өзінен жаттауға бару үшін қай уақытта шығады дейді. Яғни мұнда екінші абзацта қарасаңыздар, if it's a weekday дейді, яғни апта күнде, she always leaves house at 8:20 дейді, 8:20-да ол шығады дейді. Одан кейін барады.
Енді сол жауапты белгілейміз. What does Janet do right after lunch дейді. Яғни түскі астан кейін не істеді? Яғни түскі ас туралы айтылған уақытын табамыз. Так, вот, she always eats a very big and healthy lunch дейді. As soon as she finish lunch, she has enough for an hour. Nap деген ол қысқа ұйқы. Так, takes nap дейді оны. B вариантын белгілейміз. Who does Janet usually meet in the evening дейді. Кешке Janet әдетте кімді кездестіреді дейді. Кешкі уақытына қарай жазылған бөлігіне өтеміз. In the evening, during the week, she meets up with friends дейді. Өзінің достарымен кездеседі дейді. Яғни вариант C вариантын белгілейміз. Келесі, what does Janet never do before going to sleep? Ұйықтардың алдында ол ешқашан нені істемейді дейді. Яғни бұл жерде істейтін заттарын айтады. Ол ұйықтардың алдында музыка тыңдайды, listen to music, but never watch the television дейді, or read anything on her tablet дейді. Ол ешқандай телевизор көрмейді, немесе басқа да нәрселерін оқымайды дейді. Енді ол бізде не? C варианты. What time is Janet usually asleep by дейді. Қай уақытта ол ұйықтап жатады дейді? 9:45 деп соңғы сөйлемде жазылған кешкі. Окей, dear students, құрметті біздің студенттер, құрметті болашақ магистранттар, біз 50 сұрақты толығымен талдадық. Сіздермен бірге listeningті, grammarны және одан бөлек readingті да бірге талдадық. Егер сізге пайдалы болып жатса, қандай ақпараттар білдіңіз, соны төменге жазып өтіңіз, өздеріңіздің жауаптарыңызды белгілеп өтіңіздер. Алдағы уақытта бізден осындай пайдалы тест талдау видеоларын күтіңіздер. Рахмет, bye!